Ішіңіз жиі қатады ма? Оған жеңіл проблема ретінде қарайсыз ба? Онда бүгінгі айтылатын кеңесті видеоны соңына дейін қараңыз. Негізінен бұл проблемаға жеңіл-желпі қарауға болмайды. Себебі созылмалы іш қату астың қорытылуы мен көңіл күйдің бұзылуына ғана емес, сондай-ақ иммунитеттің төмендеуіне алып келіп, онкологиялық аурулардың туындау қаупін арттырады. Иммунитетке жауапты және ауру сырқауға төтеп беретін жасушалардың басым бөлігі ішекте орналасқаны ғылыми тұрғыда дәлелденіп қойған. Сондықтан ішектің дұрыс жұмыс істеуі және толық тазарып отыруы аса маңызды. Диета қаупі. Іш қатуға ең бірінші диета себеп болуы мүмкін. Артық салмақтан арылуға әрекет еткенде тұрған не бар деп ойлауға болады. Алайда көп диета көмірсуларды тұтынуды шектеуді, жалпы аз көлемде тамақтануды қарастырады. Тамақтану әдетіндегі мұндай күрт өзгерістер ағзаға әсер етпей қоймайды. Тұтынатын тағам көлемі азайған соң, оның бұл аз көлемі ішекке тиісті дәреже нәжіс түзуге және ішекті босату рефлексін іске қосуға жеткіліксіз болады. Көмірсулар әсіресе жармалар мен жеміс-жидектердің көлемін азайту арқылы осы өнімдердің құрамында болатын жасұнық мөлшерін де азайтасыз. Бұл жағдайда іш қату туындап, токсиндер мен қалдықтар ағзадан шығарылмай қалады. Сондықтан қант, ақын, тазартылған күріш, картоптан дайындалған кейбір тағам құрамында болатын зиянды көмірсулардан бас тарту керек екенін есте ұстаңыз. Ал ағзаның қалыпты жұмысы мен ішектің тазару рефлексін іске қосуға қажетті жасұнық бар азық-түлікті тиісті көлемде тұтыну қажет. Жасұнықтың пайдасы. Ас талшықтарын жеткіліксіз көлемде тұтыну да іш қатудың пайда болуының бір себебі. Рационда көкөніс пен жемістің көп болуы пайдалы екенінен барлығы хабардар. Бірақ себебі неде? Мәселе біздің ағзамызға ақуыздар, майлар мен көмірсулардан бөлек жасұнықтың да қажеттігінде. Жасұнық бұл өсімдіктердің жапырақтары мен сабақшалары, көкөністер, жемістер мен жармалардың қабығы мен мәйегінде бар ас талшықтары. Жасұнықты ағза қорытпайды. Ол ішек арқылы транзит түрінде жүріп өтеді де, сол жол бойы біраз пайдалы іс тындырып үлгереді. Дәнді дақылдардан, жемістер мен көкөністердің қабығынан, бұршақ тұқымдастар және дәнді дақылдардың қабығынан алынған ерімейтін жасұнық асқазан ішек жолдары арқылы тағамды жүргізеді де, ас қорыту жүйесін жеңілдетіп, ішектегі қорытылмаған ас қалдықтарын тазартады. Көкөністер мен жемістердің, жидектердің, жаңғақтардың және дәнді дақылдардың, оның ішінде сұлы, арпа, кебек, мәйегінде бар еритін жасұнық су мен асқазан сөлін сіңіріп ісінеді және ішектің ішіндегіні жұмсартатын гель тәрізді зат түзеді. Жасұнық токсиндерді сіңіріп, оларды ағзадан шығарады. Зат алмасу мен ас қорыту жұмысына қатысады. Нашар холестерин деңгейін төмендетеді, пайдалы бактерияларды қоректендіреді. Ішек микрофлорасына жағымды ықпал етеді. Ересек адамдарға тәулігіне 30-35 грамм жасұнық қажет, ал біз тазартылған тағамдарға басымдық бере отырып, бұл тиісті мөлшердің көп дегенде жартысын ғана тұтынамыз. Соның салдарына бірінші кезекте ішектеріміз зардап шегеді. Су ішудің пайдасы. Күні бойы тиісті көлемді сұйықтық тұтынбау да іш қатуға алып келетін дәйекті себептердің бірі. Күніне 1,5-2 литр таза су ішу қажет екенін бәріміз жақсы білеміз. Алайда барлығымыз осы кеңесті кәдеге жаратып жүрміз бе? Екі талай. Күнделікті қарбалас әрі қызу тіршілік су ішу қажеттілігін естен шығарып жібереді. Соның салдарына ішектегі тұтынылған астың құрамы қатайып, ішек өз жұмысын дұрыс атқара алмайды. Оның ақыры іш қатуға алып келеді. Құрамында темір бар дәрілердің зияны. Құрамында темір бар препараттарды пайдалану іш қатудың 5-ші себебі болып отыр. Анемия, яғни қанның аз болуы әйелдер арасында жиі кездесетін ауру. Себебі әйелдер ай сайын етеккір келген кезде қан жоғалтады. Жүктілік пен бала емізу кезеңдерінде ағзадағы темір көлемі азаяды. Адам ағзасы өздігінен темір түзе алмайды. Сондықтан күнделікті туындайтын шаршаңқылық және ашушаңдықпен күресу үшін құрамында темір бар препарат қабылдауға тура келеді. Ол препараттар гемоглобин синтезін ұлғайтады және анемияны жоюға тиімді әсер етеді, бірақ іш қатуға алып келеді. Жоғарыда аталған жағдайларда іш қату туындаса, оны тиімді шешу жолы бар ма? Әрине, біз жасұнықтың пайдасына кеңінен тоқталдық. Оны рационға біртіндеп енгізе отырып, іш қатуды ұмытуға және ішекті сауықтыруға болады. Ең алдымен ас қорыту мен нәжісті қалпына келтіруге ықпал ететін еритін жасұнықтан бастаңыз.
Ол іш кебу мен асқазандағы қолайсыздықты жойып, іштің түйілінсіз және дәретке жиі барусыз-ақ үлкен дәретке бару тұрақтылығын табиғи жолмен қалыптастырады. Сонымен қатар күні бойы таза су ішуді ұмытпаңыз. Ал сіздер суды көп ішесіздер ме? Пікір қалдырып қойыңыздар. Видеоның соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Каналға лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ем болсын.